Шыжғырған күн, күні түні соғып тұратын жел, ұшы қиырсыз кең дала. Жарық атаулы қайдан болсын. Ең жақын дүкеннің өзі 40 шақырымдай жерде. Алайда Қаныш Сатпаев бұл жерде бәрі болады. Бұл байлыққа толы өлке деп айтқаннан қайтпады. Сатпаев айтқан ертегіге жергілікті адамдар да геология комитеті де сенбейді. Ғасыр басында осы жерде жұмыс істеген ағылшындардан қалған бұрғылайтын станокты жас геологқа әрең береді. Содан міне бірінші қабат 18 метр қазылады. В дореволюционном прошлом даже такие когнитивные науки. Революцияға дейінгі кезеңдерде Семенов, Тянь-Шаньский секілді атақты ғалымдардың өзі Қазақстанды тұзға бай өлке ретінде сипаттаған. Ресейде революцияға дейінгі рудные месторождения атты тұңғыш курсты ұйымдастырған профессор Богданович Қазақстанда темір рудасы бар екендігін жоққа шығарды. Қазіргі күні сол бір соқыр сенімнен жұрнақта қалмаған. Ол әлемдегі ең бай кен орны Жезқазғанда екенін дәлелдей білді. Біздің Қазақстандағы жезқазғандық мыс бірінші орында тұр. 9999, яғни айтқанда мыстың 99% құрамы таза күйінде өңделген күйінде беріледі. В то утро тут стали насмерть наши пехотинцы, артиллеристы, летчики. Ұлы Отан соғысы кезі КСРО-дағы марганец өндіретін негізгі кен орны Никопольді фашистер басып алады. Кавказдағы Чатурс кен орнына да қауіп төнеді. Марганецсіз әскерге қажетті болатты балқыту мүмкін емес еді. Жоғарыдан кен орнын табыңдар деген нұсқау келіп түседі. Бірақ кен орны бұрын ашылған болатын. 20-шы жылдардың өзінде Сатпаев қазақ даласынан марганец өндіруге болатын кен орнын тауып қойған еді. Он увидел, что по содержанию марганец өндіретін әлемдегі бірегей кен орны осы екенін көреді, өзіне белгілеп қояды. Металдың алғашқы партиясын жөнелтуге 38 күн жеткілікті болады. Кейіннен танктерді, зеңбіректерді, оқтар мен снарядтарды жасауға қолданылған марганец біраз адамның өмірін ажалдан арашылап қалады. Қаныш Имантайұлы өзінің басын зорға терге тігеді. Бұл кен орнын барлап, қайта шолып шығу қажет болады. Соғыс жылдарында бұған көптеген қаржы керек еді. Ол жерге құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін мамандар апару керек болады. Сатпаев осы жауапкершілікті өз мойнына алады. Басқа жағдай болғанда, оны бұл әрекет үшін жауапкершілікке тартар еді. Алайда ол соғыс уақыты болатын. Отбасылық мұрағаттағы сирек кездесетін суреттер. Онда достарымен, туыстарымен, көршілермен түскен екен. Ол мұндай кештерді өте жақсы көрген. Тек оған көп уақыты болмапты. Үнемі кездесулерде, іс-сапарларда жүрген. Жұмыс басты адам болса да, ол барлық кен орындарына өзі жетекшілік еткен. Ғылым академиясының тұңғыш президенті және одақ көлеміндегі алғашқы қазақ академик болған. Оның басшылығымен ғимараттар салынып, еңбек ұжымдары қалыптастырылды. Ол биолог пен биолог, математик пен математик, физик пен физик, филолог пен филолог ретінде сөйлесе алатын. Мұнан басқа оның музыкадан да хабар болған, домбыраның құлағында ойнаған. 20-шы жылдары сазгер әрі этнограф Затаевич қазақ фольклорының елге танымал жиынтығын жинап жүрген кезінде Қаныш Имантайұлы оған Баянауыл ауданының музыкалық өнері жөнінде әңгімелеп берген екен. Өйткені ол осы өңірде дүниеге келген. Бұл жерде елге танымал талай адамдар дүниеге келген. Бұл абыздардың отаны. Павлодарлық мүсінші Зоя Александровна Қаныш Сатпаев ескерткішінің 4-ші үлгісін жасап жатыр. Ұсақ түйек нәрселері ғана қалған ескерткіш аяқталуға жақын. Столько сделано всяких композиций, именно фигур. А нам все равно надо делать свое. Ну, где-то что-то, может быть, я не знаю. Қаншама ескерткіштер, мүсіндер жасалса да, бәрібір біз мұны өз қолымызбен жасағымыз келеді. Бұл бұрын жасалған барлық ескерткіштермен салыстырғанда өз тұжырымдамам болады. Ал мына ескерткіш қолдан жасалмаған, күн жүйесі шеңберіндегі ескерткіш. Қаныш Сатпаев атындағы 2402 шағын ғаламшар.